Сәлеметсіздер ме, құрметті қымбатты Таро әлемінің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздерге айлық жорамал ұсынамын. Ақпан айында барлық жұлдыз белгісі не күтеді? Осы бөлімде біз сары шаяндарды қараймыз. Сары шаяндарды ақпан айында не күтеді? Қандай өзгерістер, қандай жағдай болады? Арнада айлық жорамалдар бар. Басқа белгілерді қарасаңыз, апталық жорамал және пассианс қазақ тілінде саламын мен ұсынамын сіздерге. Соны басқа видеоларды да қарап өтіңіздер. Және арнада қысқа шортс бар видеолар, ол саяхатпен байланысты, соны да өтіп қарауыңыз болады. Енді қарайық бірге сары шаяндарды ақпан айында не күтеді? Арнаға жазыңыз, пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Болжамды мен екі колода карта арқылы жасайтын боламын. Ол Таро универсальный және Таро Вейт арқылы жасалатын болады. Таро Вейттан мен 12 карта таңдап алдым. Ең сәтті карталар, соны біреуін сізге шығарамын. Ол бізде сыйлық ретінде болады. Енді болжамымызды бастайық. Сары шаяндар ақпан айында сары шаяндарды не күтеді? Ақпан айы сары шаяндарды не күтеді? Жұмыста, қаражатта, қарым-қатынаста, жеке өмірде сары шаяндарды ақпан айында не күтеді? Сары шаяндар ақпан айында не күтеді? Сары шаяндарды ақпан айында не күтеді? Қандай өзгерістер күтеді? Жұмыста, жеке өмірде, ақшалыда сары шаяндарды қандай өзгерістер күтеді? Ақпан айы да 9 ақпанда бізде новолуние болады және жаңа жыл басталады. Жаңа ұлы жылы басталады ресми түрде. Бірінші карта, екінші карта, үшінші карта, төртінші. Және сыйлық сары шаяндарға ақпан айына. Сыйлық сары шаяндарға ақпан айына. Қандай сыйлық күтеді сары шаяндарды ақпан айында? Болжамымыздан енді қарайық. Сары шаяндарды ақпан айында. Сары шаяндарға 8 жезлов түсті. 8 жезлов сары шаяндар ақпанның бірінші 10 күнінде өте тез өзгерістер болады. Сіздің өміріңізде, сіз ойламаған өзгерістер өтеді. Барлығы тез жылжи бастайды. Қозғалыс болады сізде. Жұмыста болсын, жеке өміріңізде болсын, қарым-қатынаста болсын. 8 ол бізде тез жылдамдықты білдіреді. Түн карта. Сізге жаңа тапсырыс келеді, жаңа контакттер келеді. Сіздің жұмыс көбейеді, сізде жаңа клиенттер келеді сізге. Және бір жағдай тез өзгере бастайды, дами бастайды, қозғалыс болады ода. Және сіздің айналаңыздағы адамдарыңыз өзгереді. Сіздің басқа адамдар келеді өміріңізге. Соны білдіреді бізде. 8 жезлов. Келесі тройка кубков түсті. Тройка кубков сіз осы келген жақсы өзгерістерді достарыңызбен бірге тойлайтын шығарсыз. Ол тройка кубков, ол бізде тойлау, жақсы көңіл күйді білдіреді. Туған күнге барасыз ба, жақсы уақыт өткізесіз, эмоцияңыз жоғары болады, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Сіз бір жеткен жетістігіңізді тойлайсыз.
бір нәрсені аяқтап, мысалы жобаны аяқтап, соны тойлайсыз. Немесе бала тууды білдіреді. Сондай жақсы карта достарыңызбен жақсы көңіл күй, жақсы уақыт өткізесіз. Башня. Старший аркан башня түстім. Старший аяндарға башня өміріңізде өзгеріс болады. Ол көбінесе башня, старший аркан башня өміріңізде сіздің тұратын жеріңізбен өзгерістер болады. Жұмыста немесе тұратын жеріңізде өзгеріс болады. Сіз кенеттен бір нәрсе сынама, ремонт жасау керек. Мысалы, кенеттен болады, ойламаған жерден сізге трансформацияны білдіреді, қирау, бұзылуды білдіреді. Трансформация болады, сіздің ішіңізде трансформация өтеді. Жаңа жағдай туады, өзгеріс болады. Сіздің ішіңізде трансформация керек ететін. Сондықтан көп қарым-қатынаста біреуге мысалы иллюзия болмасын сізде. Жұмыста ол жұмыстан кетуді білдіреді. Сондай өзгерістер болады. Көбінесе ол керексіз нәрсе, ол кетеді өміріңізде. Башняның ең жақсысы негізі қалады. Сіз жаңа қарым-қатынас, жаңа үй салу аласыз. Солай. Келесім. Рыцарь жезлов түсті. Рыцарь жезлов, ол хабар келеді сізге. Рыцарь жезлов кенеттен бір хабар келеді. Сіз бір жаққа асығасыз, баруға, бір нәрсені аяқтауда сізде тыныштық болады, асығыс болады. Сондай эмоцияңыз жоғары болады, сондай өзгерістер болады. Және сыйлық ретінде сізге тағы да бір старший аркан түсті. Старший аяндar, ол бізде колесо фортуны. Сізде жақсы өзгерістер болады. Колесо фортуны, ол бізде, мен оны шығарғанда, ол бізде сізге өміріңіз жақсы жаққа өзгереді. Сізге тағдырдан сый келеді. Сый келеді, бақыт, қуаныш келеді. Кенеттен сондай жақсы өзгерістер өміріңізде болады. Арнаға жазыңыз, пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Сонымен болжамымызды аяқтайық. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.